Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымда түсіңізде аяқ киім киіп көру нені білдіреді? Ең алдымен каналыма подписация жасауды ұмытпаңыздар. Ұйқы әлемінде өзіңіздің дүкен аралап аяқ киім өлшегеніңізді көру шынайы өмірде өзгерістер қалайтыныңызды білдіреді. Түс жоруға кіріспес бұрын алдымен түсіңізді бүге-шүгесіне дейін еске түсіріңіз. Егер бойжеткен түсінде жазғы баулы аяқ киім өлшесе, бұл жақсылықтың нышаны. Ал туфли киіп көрсеңіз, шынайы өмірде жағымсыз жайттарға дайын болу керегін ескертеді. Мақсатқа жету үшін біраз тер төгуге тура келеді. Аяқ киімнің түсіне ерекше мән берген жөн. Қара кәсіптегі жетістік, ақ тұрмыс құрасыз, үйленесіз. Сары айырылысу және шытырман оқиғалар, қызыл қауіпті қарым-қатынас, күміс түсті оғаш идеяларыңыздың өзі сәтті болады. Түсіңізде біраз ғана аяқ киімді өлшеу шынайы өмірде әділ болып, жақындарыңызға қамқор болу керегін білдіреді. Өлшеген аяқ киіміңіз үлкен болса, өзіңізге тым көп жүк арттыңыз деген сөз. Ағзаңыз шаршап, біраз тынығуды қажет етуде. Ал түсіңізде биік өкше кию жақсылықтың нышаны. Көп ұзамай мансабыңыз өседі деген сөз. Жас қыз немесе келіншек өз туфлиін өлшеп жатса, онда көп ұзамай тұрмыс құрып, бала босанады деген сөз. Ал біреудің аяқ киімін өлшеу болашақта отбасылы адаммен қарым-қатынасқа түсетініңізді білдіреді. Сондықтан түсіңізде де өз аяқ киіміңізді ғана киген абзал. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.